Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаңа салаттың рецептімен бөлісемін. Бұл сіздер үшін точно жаңа салат рецепті болмақ. Міндетті түрде видеоны өткізбей, соңына дейін қараңыздар. Осындай екі піскен сәбізді үкіштен өткізіп аламыз. Дәл осындай корейский салат жасайтын үкіштен өткіземіз. Орташа үлкендікте екі сәбіз. Енді орташа үлкендікте 2 штук қызылшаны, піскен қызылшаны үкіштен өткіземіз. Егер сіздерде қызылша үлкенде болса, 1 штугі де жеткілікті. Бұл салатты жасау үшін ешқанша уақыт кетпейді. Және де күнделікті жасайтын салаттарыңыздың рецептіне қосып алсаңыздар, өте пайдалы, иммунитетке толы әрі тойымды салат болып келеді. Енді сыр өткіземіз үкіштен. Сыр 180 грамдай сыр жеткілікті. Бұл сырдың барлығын өткізбеймін. Тең жартысын өткіздім. Мінекей, осы жеткілікті. Енді келесі қосатынымыз ол жаңғақ. Осындай жаңғақты майдалап турап аламыз. Жаңғақты турап алдық, енді осыған петрушка қосамыз. Петрушканы да майдалап турап аламыз. Енді осыған алдын ала тазалап алған 1 зөкчек чесноқты осылай езіп салы жереміз. Қаласаңыздар майдалап тура жерсеңіздер де болады. Бұған енді тұз қосатын боламыз. Тұзды көп қоспаңыздар, себебі майонездің және де сырдың тұзы бар, ашы болып кетуі мүмкін. 1 шай қасықтың жартысын ғана қостым. Сосын 2 ас қасық майонез қостым. Майонезді де көп қажет етпейтін салаттардың бірі. Құрамында сыр болғандықтан майонезді көп қоспағандарыңыз дұрыс. Өте дәмді болып шығады. Енді бір жасағаннан өзіне ғашық ететін салаттардың бірі. Мен деген ғашық болдым осы салатқа. Өте бір дәмі ерекше, құрамы енді оңай әрі бір қарапайым болғанымен, осын барлығын араластырып жасап көрсеңіздер, енді дәмі ерекше салат болып шығады, әрі тойымды болып келеді. Иммунитетті көтеретін, нағыз күш беретін салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді дастарханға бетін қалай әрлеп, сәндеп қойсаңыздар да, кез келген қонақтарды көңілінен шығатын салаттардың бірі. Мен жай ғана сырды үкіштен өткізіп бетіне сеуіп қойдым. Қаласаңыздар жаңғақты немесе басқа да бір өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша әдемілеп қойыңыздар, немесе бетіне ештеңе сеппей қойсаңыздар да өзі бір сондай бір сүйкімді, дәмді салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, арманда кетпеңіздер, ас болсын. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма подписация жасап, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.